Болашақ мемлекетіміз ұрпаққа деген сабақтастықтан туындайтын дүние болғандықтан, әр халықтың болашағы жастарына тәуелді екені даусыз мәселе. Егер бүгінгі жастар өз халқының рухымен тәрбиеленіп өспесе, онда елдің келешегі бұлыңғыр болмақ. Өйткені ұлттың барша мұрасы жастарға аманат етіледі. Жастар кез келген мемлекеттің ең белсенді мүшесі. Бүгінгі жастар егеменді елдің ертеңі үміті. Ата-бабаларымыз сан жылдар армандаған тәуелсіздігімізді көзінің қарашығындай сақтайтын ұрпақ жалғасы. Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін білім деп ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқандай, елімізді өркениетке апарар жолдың бастауында мектеп тұрады. Мектептегі білім барша әлем тыныс тіршілігінің алғашқы іргетасы. Білімді ұрпақ еліміздің болашағы, ертеңі. Тәуелсіз еліміз қанатын кере жайып, ел мәдениеті өркендеген қазіргі заманда тек білімді жастар ғана ұлтымыз асқақ, елімізді көкке көтереді. Қоғамның негізгі өзегі жастар. Қазақстанның болашағы жастар еншісінде екенін ескерсек, сол жастардың сапалы білім алып, тәрбиелі, парасатты адам болып қалыптасуына қоғамның да ықпалы зор екені анық. Саналы қоғамда білімді азаматтармен бірлесе өмір сүрген жастар өз бойында білімге деген құштарлық пен ізгі сезімдерді қалыптастыратыны сөзсіз. Сондықтан Қазақстанның жарқын болашағы тек білімді жастармен ғана қалыптасады. Білген адам білімді өмір бойы іздейді деп ғұламаларымыз айтқандай, өмір бойы білім алып, білімді білу қоғамда өз орнын табудың кепілі. Абай, Ыбырай аталарымызда жас ұрпақты білім алуға шақырып, білімді болуды насихаттаған болатын. Осы аталарымыздың жолын жалғап, білім алудан жалықпайық достар.